Құрметті көрермендер, егер де сіздің де балаңыз осылай сұхбат берген қаласаңыз, біздің бағдарламаға келіңіздер. Жұлдыздар академиясы сіздерді күтеді. Балаңыздың жұлдызын бірге жағайық. Сәлем, бізді көптен күткен, не болмаса кездейсоқ көріп қалған көрермендеріміз. Біз бастаймыз. Сіздермен Қазбек Досбек. Актриса болсаң, сен жарнамаға шақырса түсесің ба? Иә. Саған қанша ақша беру керек болды? 20 мың. 20 мың жете ма? Иә. Мына ақшаға түсесің ба? Түсесің ба? Иә. Мына қанша? Жоқ. Неге? Қымбат па? Иә. Мутшы жасқа келгенде актермен айналысам. Үйдің тірліктерін барлығын істеп жүремін. Құдай қаласа 20 жасымда үйленемін деп отырмын. Сосын 30 жасымда жұмыс жасап, балдарыма қалап келемін. Жалпы план құрып тастағам десей? Ол кезде өзімнің туған күніме ерекше нәрселерді алатын едім. Және де сол туған күнімді өте ерекше қылып өткізетін едім. Жұмыс істеймін. Қандай жұмыс? Жұмыстар бар ғой. Қандай жұмыс ол? Доктор жұмыс, сосын полиция жұмыс бар. Ошағын білмедім. Білмейсің ба? Үй жинаймын, күйретесің. Сосын? Үйлерін жинайсың. Күйіңнің бе? Иә. 30 жасқа келгенде ата-анамды бағып, жұмыс істеп, сосын балалы шағалы болып үйленемін. Балалы шағалы болып, одан кейін үйленесің ба? Жоқ. Үйленіп болып балалы шағалы болдым. Ата-анаң сенің айтқанның барлығын істеймін десе, сол кезде ең бірінші нені істетесің? Маған негізі ештеңе керек жоқ. Ештеңе істемейсің ба? Жоқ. Неге? Маған ештеңе керек емес, тек қана ата-анам керек. Папаң мен мамаң ше? Аягөз барлық кез келген нәрсемді айта бер. Біз бүгін ешқайсысын отказ қылмаймыз, тек сенің айтқаның болады десе. Сен бірінші не істететін? Телефон сатып берген. Жұлдызай ханым ұнайды. Жұлдызай десем бейіп ұнайды, Иә. не үшін ұнайды ол кісі? Өйткені ол кісі күлдіртеді, әдемі сөздерді айтып, сондай күлдіртеді. Нұрлан Қоянбаев сияқты. Несімен ұнайды? Ол кинолар көп, сол үшін мен Нұрлан Қоянбаев сияқты атақты киносы көп болған келеді. Мен жақсы көретін актерім ол Күлпаш-аға. Не үшін ұнайды? Өйткені андай бала қыздың ойнаған ұнайды. Тағы да маған кім ұнайды? Атнедім. Жаңа мектеп дейтін кино білесіз ба? Иә. Сол жаңа мектептегі кім ұнайды? Шына ұнайды. Несімен ұнайды ол? Ол ма? Андай алған кезде шын алғандай ойнайды рөлдерін жақсы. Қазақстанда жоқ. Неге? Қазақстанда мен қазақ киноларын көп көрмеймін. Жалпы шетелден. Шетелден маған Лиминхо ұнайды. Не үшін ұнайды ол? Оның түскен дорама кинолары өте қызық, сол жағы. Қайрат Нұртас. Қайрат Нұртас сияқты болғың келе ма? Неге? Сол. Ол маған қатты ұнайды. Зың-зың бейбасшы сол ұнайды маған. Сол ұнайды ма? Несімен ұнайды? Ол комедия түсіреді, ол кино түсіреді. Маған сол ұнайды. Ал мынандай ақша берсек ше? Жоқ, маған мынандай ақша керек емес. Неге? Сол өйткені олар доллар басқа елде болмаса ол басқа елде пайдаланады. Болады ғой бізде де ауыстырып алуға, қазақшаға ауыстырып алуға. Бірақ маған ондай ақша керек емес. Попугайды білесің ба? Қанша ақша берсем сөйлейсің? Сынан берсем сөйлейсің бе? 7 мың ба? Жоқ. Балаларды қорғау күнін кім ойлап тапқан? Мына балаларды қорғау күні дегенде өзің қалай түсінесің?
кішкентай балаларды қорғап, өзінің қасында мысалы құлап қалса оны көтеріп, бір-біріне көмектесіп жүреді. Білмеймін. Кім ойлап тапқан балаларды қорғау күнін? Білмедім. Кім деп ойлайсың? Қасым-Жомарт Тоқаев. Сол ойлап тапқан ба? Жалпы балаларды қорғау күні дегенде қалай түсінесің сен? Балаларды қорғайды. Қалай қорғайды? Баланы ұрып жатқан кезде қорғайды. Сондай сияқты қорғайды. Балаларды қорғау күнін кім ойлап тапқан? Білмеймін, Нұрсұлтан Назарбаев шығар. Бірінші мамама. Ол достық күні. Қай күн? Есімде жоқ, есімнен шығып кетіпті. Жалпы осы балаларды қорғау күнін кім ойлап тапқан өзі? Бір адам ойлап тапқанда. Одан кейін ол балаларды қорғау күні деген әтеге шығарылған секілді әркім өз баласына жақсы қарау үшін сол күні балаға жақсы көңіл-күй беріп қойсаң, оған мотивация секілді ол өзің көңілді жарық сезінеді да. Сол үшін әдейі қулықпен шығарған дейсің ғой? Мен солай ойлаймын. Балаларды қорғау күні дегенде жалпы өзің қалай түсінесің? Балдарды қорғап жүреді, не істейді ғой? Қалай қорғайды? Балдарға мейірімді қарайды. Балаларды қорғау күні дегенді кім ойлап тапқан өзі? Жалпы балаларды қорғау күні дегенді қалай түсінесің өзі? Былай түсінемін да, балаларды мысалында күш көрсетуге болмайды деп түсінемін. Өзі істемеген нәрсесін қинатып істетуге болмайды деп ойлаймын. Балаларды қорғау күнін кім ойлап тапқан өзі? Адам. Қандай адам? Кәдімгі. Балаларды қорғау күні 7 май. 7 май ма? Жоқ. Ұмыт қалдым ғой. Балаларды қорғау күні деген қалай түсінесің өзің? Балаларды қорғау күні дейтін балаларды қорғап, сыйлап жүру. Жол беріп. Балаларға жол бере ма? Үлкендерге балалар жол береді. Балалардың күні ғой? Енді үлкендер де балалар ғой. Атаның? Иә. Сенің қалаған нәрсеңді істеп берем десе. Бірінші болып не істедің? Базардан маған скейтборд берді. Үлкен актер болып жатсаң, сені фильмге түсіретін болсақ, не болмаса жарнамаға түсіретін болсақ, қанша ақша беруіміз керек саған? 100 мыңдай ақша беру керек. 100 мыңдай? Иә. Одан төмен болса түспейсің ба? 70 мың болады. Журналист. Журналист керек. Актер. Театр саласында адамдар. Мұғалім. Дәрігер. Мысалға әртіс. Тағы да? Полицейский. Полиция керек. Пожарный. Скорый. Скорый керек. Сантехник. Сантехник керек. Электрик керек. Ой, ол адамды алып қалса, соған көмектеседі. Сосын полиция ол адамды алып өлтіріп кетсе, соларды түрмеге қамайды. Пожарный үйле өртеніп жатса, соған көмектеседі өшіруге. Одан кейін барып бізге сантехника керек. Олар егер де адамдардың бір үйіндегі заттары бұзылып қалса, свет соларды жөндеп береді. Одан кейін бізге керегі президент. Бізге керек мамандықтар, дәрігерлер керек. Өрт сөндірушілер, полиция қызметкерлері және құтқарушылар керек. Дәрігер, полиция, сосын құрылысшымыз, мектепші, мұғалім, иә, сол мамандық керек. Даяршы мамандығы керек, иә? Иә. Врач, дәрігер,
полицейский и және де өрт сөндіргіш мамандығы, өрт сөндіргіш. И сосын мұғалім, киноға түсу, әнші болу, актер болу, сол мамандықтар керек. Тағы да мұғалім болу, тағы полиция болу, сантехник болу, мұғалім, су құбырларын жөндейтін, тағы тоқтарды істейтін, үйді құрайтындар болды. сол бесеуі бізге керек, е? Тағы магазинчик. Магазинчик керек сол. Иә. Қарым. Апай. Апай керек. Тағы кім керек? Ағай. Ағай керек екен бізге. Тағы кім керек? Дәрігер. Дәрігер керек. Полиция. Полиция керек. Скорый. Скорый керек. Айыз? Қай мамандықтар бізге керек емес? Тырнақ алушылар. Тырнақ алушылар керек емес, е? Тағы? Ал жалпы бізге қандай мамандық керек емес? Қоқыс тазалаушы керек емес. Тағы осы тағы басқа адам. Даяршы. Неге? Өйткені ол тамақтанады. Ондай мамандық жоқ шығар, керек емес. Бәрі керек, е? Иә, барлығы. Барлық мамандық керек қой адамға. Олар Керек емес жоқ па? Мен ойлаймын, онда керек емес мамандық жоқ деп. Бояшы, сосын шаш қысқартатын. Ол жағын білмедім. Қандай мамандық керек емес? Сантехник. Бірақ ол қажет болады. Ол керек болады ол, е? Иә. Керек емес мамандықты білмеймін. Неге? Біреуін айтып көрсей? Бомж ба? Неге? Олды жұмыс таппайсың, жатасың тегі мұсыр іздеп. Қолын боятушылар. Қолын боятушылар керек емес. Бояндырушылар. Бояндырушылар керек емес, ба? Киноға түсетін адамды актер деп атайды. Жалпы актер болу үшін не істеу керек? Актер болу үшін дайындалу керек. Сен ол үшін актерлық шеберлікті жақсы меңгеру керексің, оның сабағын оқу керексің, және де ешқандай жерде ұялмай өзіңді ашық ұстау керексің деп ойлаймын. Актер болу үшін не істеу керек? Актер болу үшін сабақтан қалмау керек, уақытылы сабаққа келу керек. Иә. Не себепті ұнады? Өткен бұл жақта көптеген сұхбаттар аласың, киноға түсесің деген. Иә, ұнады. Не себепті ұнады? Не себепті? Сізбен сөйлескен қатты ұнады. Құдай қаласа бәрі ұнайтын шығар, сияқты. Бәрі ұнады. Иә, ұнады, өте керемет. Несімен ұнады? Бұл жерде қызықты сұрақтар қойылады, өзіңді ашуға да көмектесетін. Ұнайды, қатты ұнады маған. Несімен ұнады? Сұрақтар ұнады. Иә, ұнады. Не себепті ұнады? Киноға түсу, арманға жету деген несімен ұнады маған. Иә. Несімен ұнады? Киноға түсе аласың, ән айта аласың. Күшті маған. Иә. Не себепті ұнады? Олар комедия түсіреді, бір жағынан кино түсіреді, күлкілі болады, қызықты болады. Несімен ұнады? Сөйтсуге сізді ютубтан көрдік. Сөйтіп, мені көргің келіп келдің ба? Иә. Не себепті ұнады? Тамаша. Өйткені жүргізуші? Актер. Саған ұнай ма? Иә. Құрметті көрермен, егерде сіздің де балаңыз осылай сұхбат берген қаласаңыз, Жұлдыздар Академиясына хабарласыңыздар. Келесі балаңыз Жұлдызын бірге жағайық.